Ораза арықтаудың амалы емес. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Я Рамазан, Алла тағаланың рахымы түскен жұмақтың есігі айқара ашылатын, сауаптар еселеніп жазылатын, шарапаты мен шапағаты молай. Өйткені бұл кезде жан мен тәнді рухани тазартатын ораза құлшылығы орындалады. Рас, қасиетті Рамазанда ауыз бекітіп, ораза ұстаған әрбір мұсылманның жан мен тәні рухани тазарады. Ауызды тию арқылы күнә кемшіліктеріміз кешіріледі. Алайда кейбір арулар оразаны Алланың разылығы үшін емес, арықтау мақсатында бекітетін көрінеді. Сенбеске лаж жоқ. Себебі бүгінде салмақ тастап сұлулыққа ұмтылатын сылқымдардың санында шек жоқ. Сондықтан бірнеше күннің ішінде көктем мезгілімен қатар келген қасиетті Рамазан айында қыпша белді бойжеткенге айналғысы келетіндердің қатары артқан. Не таң қаларлық дүние емес. Дегенмен арықтау үшін ауыз бекітудің жолын ұсынған әлгі әйелдің ісі құптауды келмейді. Сұлулықты сақтау, кез қымбатың жарасып көркем көріну асыл дініміз де құптайды. Дегенмен сұлу мүсін үшін 30 күн ораза ұстау шариғатымызға қарсы. Бірақ оны бүгінгілер жинауды ойламақ түгілі қасиетті айдың қадір қасиетіне жете алмай жүр. Егер ауызды тамақтан тыйып, күні бойы нәр татпау арқылы салмақ тастап сымбатты болуға болады. Алайда дәл осы қасиетті Рамазан айында артық салмақтан адам баласы ораза ұстау арқылы бар мен жоқтың, аштықтың қадірін ұғынады. Ауыз бекіту арқылы күнә кемшіліктерінен арылады. Сондықтан да мұсылман адам дәл осы айда Алладан кешірім тілеп, таң атқаннан кеш батқанға дейін ауыз бекітіп ораза ұстайды. Құлағын өсектен, аузын балағат сөзден, көзін харамнан тияды. Сауап жинауға асығып амал етеді. Ал арықтау мақсатында ұсталған оразаның ешқандай сауабы болмайды. Рамазан 1000 айдан қадірлі ай. Бұл айда оразаны тек қана Алланың разылығы үшін ғана ұстау қажет. Рамазан айында ораза ұстау мұсылман баласына парыз. Бұл айда тамақтан ашыққан адам күтаулыдан тыйылады. Біздің әрбір амалымыз бен ниетіміз арқылы өз сауабымызды аламыз. Сондықтан арықтау мақсатында ауыз бекіткендерге оның сауабы болмайды. Расымен де әрбір амалдар ниетке байланысты. Бас имам айтқандай, Алланың разылығы үшін болған әрбір амалымызды қолдан келгенше жарияламағанымыз абзал. Алайда арамызда шариғаттың заңын білмей жатып асыл бұрмалайтындар мен қайырымды істерін рия ететіндер жетерлік. Мұндай жағдайда сіз бен біз күн сайын куә болып жүрміз. Мәселен, өзімізді күнделікті қолданып жүрген WhatsApp менеджерлеріне ағайын жұрттың туыс-туған дос-жаран ораза жайлы жариялаған жазбалар мен статустарын аша қалсаңыз, бәрінің бірден иманды болып кеткендерін аңғарасыз. Бірақ олардың шынымен амал етіп, ниеттеніп ораза ұстап жүргендеріне тек бір Алла ғана аян. Қасиетті айдың қарсаңында әлеуметтік желілер түрлі уағыздар мен діни суреттерді салып жүргендер расымен ниет етіп қасиетті айдың маңыздылығын ұғынып жүрме, әлде мақтан үшін рия жасап жүрме, кім білсін. Не десек те арықтау үшін ауыз бекітіп, мақтаныш үшін әлеуметтік желіге жазбалар жариялап, оны жұртқа жария ету мүлде дұрыс емес. Шынында біз амалдардың ниетке байланысты екенін ұғынған болсақ, оразаны тек Алланың разылығы үшін ғана ұстап, ақыретімізге азық жинаған болар едік. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.